Көксерек, үн істеймейіз тұяқтар тасырлап дүбірлетіп келді. Айқайда бір молайды. Бір үстіне бірі келіп жиын көбейді. Жерге ат үстіне тастаған ағаштар сарт-сарт түсіп жатты. Ін аузына екі аяқтылар жыбырлады. Көргіш көздері түбіне қадалды. Жып-жылы мықты тұсаулар мойнынан жотадан ұстап бар күшікті сыртқа алып шықты. Жеті күшіктің бесеуін көздеріне қарап отырып өлтірді де екі кішкенесін тірі қалдырды. Кетерде бұның біреуінің тірсегін қиып қалдырды да, екінші біреуін ең кежесін алып жүріп кетті. Қалған жалғыз күшікті тістелеп алып, екі қасқыр жоқ болды. Ін қаңырап қалды. Ал Құрмаш Көксерек деп ат қойып алған тұтқын көк күшік ауыл тұрғыны болғалы 2 күн. 2 күннен кейін көзін ашты. Ауыл тұрғындар Көксеректі басында қолға үйреніп кетеді дегеннен кейін сөз ете бастады. Қасқырды қанша асырасаң да тауға қарап болиды деген қазақ. Қазақ осы сөздерді босқа айтпаған, қайдан ғана тауып алған мына күшікті. Дұрыс айтасың, Құрмаштың әкесі қасқырдың інінен, қасқырдың 7 күшігін тауып алды деседі. Бесеуін шымыр-етпестен өлтіріп, екеуін тірі қалдырыпты. Бірін тірсектен қиып, орманда қалдырыпты да, екіншісі осы Көксерек екен. Солай екен. Құрмаш әжесі сияқты мейірімді екен. Өзі өте мейірімді екен. Көксеректің өзге иттерден өзгеше екені түр сипатынан-ақ көрінетін еді. Құрмашта оны ерекше қамқорлықпен өсірді. Күніне 2 мезгіл ас құйылатын. Ас бермей қалған жағдайда өзі барып бірдеңелер жеп жатады. Солай жаз ортасында Көксерек үлкен көкшалақ қасқырға айналды. Қарала төбеті бар Жұмаш деген бала Құрмашқа қасқырын болса қайтейін, менікі дәу төбет деп мақтанып, екеуі сөзге келіп қалды. Қасқырым болса қайтейін, мен қарала төбетім бірақ тұрып соғады. Арашаламастан әлге қашан өлтіріп тастар еді. Соқпа өлтіріпті, менікі алып көкшалақ қасқырдың бәрін жыртпап салатын бірне үшін еді. Қара дәптер ол тағы да сәл өсіп, қара ала төбетімді атып ұрады. Бәрсесейік қане, иттерімізді төбелестіріп көрейік. Кімдікі мықты екен көреміз. Алып кел көкшалақ қасқыр сымағынды. Көрейік, Көксерек! Көксерек бірдеңе жеп жатқан жерден иесінің даусын, өзін шақырған даусын естіде елең ете қалды. Құрмаштың жанына келіп еді, Жұмаштың қарала төбетін көріп, тістерін ақситып ырылдады. Қарала төбет мұны көріп, көздері қанталап тұр. Бұрыннан жаны қас болып жүргені көрінеді. Бұрындар Көксерек ішіп тұрған асын тастап қаша жөнелетін, ал қазір ол өсті. Қарала төбетке зор айбатпен көр етті де ас ете түсті. Төбеттің мойнын қоқызбастан қапсыра тістеп, жұлқып жібергенде Көксеректің жанына гүрс етіп құлап түсті. Ауыл жұрты да жиналып қалып еді маңайға. Көксеректің аузынан құтылған қара төбет те қыңсылап бір жаққа кете барды. Мен әкеме айтып, сенің қасқырыңды өлтірсем, ол жаман, ол жауыз. Өзім ғой төбелестірейік деген Көксерек әлікке өзі барып соқтықпайды, сен де өзің кінәлісің. Құрмаштың әкесі айтқандай-ақ ауыл тұрғындары сезгендей-ақ Көксерек өз тұқымын сезеді. Қасқырдың ұлыған даусын естісе де бұл қоса ұлыйтын. Әкесінің өлтіріп ерсін алайық дегеніне Құрмаш көнбей қойып еді. Құрмаш қанша мейірім көрсеткенмен Көксерек адамдарға үйрене алар ма екен? Құрмаш ойлағандай оны қорғап жүретін сенімді досы болар ма екен? Ол жағы жұмбақ.